Достар, ассаламу алейкум. Трассада келе жатсыздар, допустим, бидонка деп айтайын. Енді сіздің көлігіңізге тас келіп ұшып, лобовойын сындырса, не болмаса көлігіңізге келді, там басқа да деталіне тиді. Ол жағдайда кім жауап береді, сіздерге айта кетейін. Платная дорога болатын болса, там Казавтожол, не болмаса Шымкент, Тараз, Батыс Қытай, Шығыс Европа, сол трассалары, не болмаса Қапшағайға баратын трасса, Қазақстан түкпір-түкпірінде, егер де ол ақылы жол болған жағдайда, сол тас ұшып келген жағдайды зафиксировать етесіз, 102 шақырасыз оқиға орнына. Справка сізге жазып береді. Сол бойынша сіз көлігіңізді оценка жасайсыз независимый экспертке. Сол бойынша сізге қанша залал келтірілді, Қазавтожолды азаматтық сотқа беріп, сол ақшаны искать ете аласыз. Одан да бөлек, мына трассада келе жатырсыз, мына жерде мынау перегон ската знак тұр, дәл осы зона действия знака қай жерден қай жерге действие жасайтын сіздерге айта кетем. До следующего знака или до следующего перекрестка. Міне қараңыздар, кез келген міне знак болды. Сол бойынша уже перегон ската знактың күші жойылады.